Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Біз өзіміздің 840 подкастымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қонағымыз Парасат дебат клубының 17-ші президенті Қарагөз ханым. Қарагөз ханым, өзіңіз жайлы қызықты фактілер немесе ешкім естімеген бір ақпараттар болса, қазір өзіңізді осы жағынан таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме, шақырғандарыңызға үлкен алғыс. Менің есімім Қарагөз. Парасат дебат клубының 17-ші президенті болып табыламын. Жалпы қызықты фактілерге келетін болсақ, өте қызық факті деп ойлаймын. Мен өзім осы Қостанайға журналистикаға оқуға түскен кезде нацелені түскен болатынмын. Осы Қостанайда Байтұрсыновқа оқуға түсіп, Ахмет ұрпақтары дебат клубында дебат ойнаймын деп ең алғашқы рет оқуға түскем. Бірақ өмірдің қызығы сол ма, Парасат дебат клубында дебат ойнай бастадым. Осы мен дебаттағы карьерамдағы бір қызықты фактілердің бірі деп есептеймін. Жақсы, рахмет. Енді осы дебат әлеміне қалай келдіңіз, сол жайлы толығырақ білсек. Алғашқы сізге дебатқа келуге септігін тигізген адамдар болса, немесе бір оқиғалар болса, сол жайында толығырақ айтып кетсеңіз. Мен ені алғашқы рет Алаш болашағы дебат клубында дебат ойнай бастадым. Ол кезде дебат туралы ең алғашқы рет осы агитация болған кезде естіген болатынмын. Содан кейін өзім барып осы дебат ойнаймын деп дебатқа жазылдым. Яғни кейінірек дебат ойнауға бастадым деп айта аламын. Және бұл жердегі атмосфера маған өте қатты ұнады. Адамдардың көптігі, өте ақылды орта жиналған. Одан кейін жылдам әрі анық сөйлейді, сахнада өздерін емін-еркін ұстайды. Осылардың барлығы маған өте қызықты болды. Және де Бағлан аға ұйымдастырған Алланың сүйікті құлдары деген дебат турнирі өткен болатын. 10-шы мектепте осы дебат турнирінде алғашқы рет өзім дебат ойнағам. Сол кезде Жахангер ағайдың маған бірінші іріктеу ойында қойған екінші раңғы әлі күнге дейін есімде. Ол кезде маған ол сендер мүлдем дебат ойнай алмайсыңдар, сборда не істейсіңдер деп ұрысқан болатын. Сол кезі әлі есімде қалып қойды деп айта аламын. Және де сол турнирда өзім брейкқа бір ұпай жетпей қалып, үйге қайтқаным әлі күнге дейін есімде. Бірақ мен осы дебат ойнаймын, дебатта бір жетістікке жетемін деп осы дебатта қалдым. Сол туралы айта аламын. Енді сізге осындай қызықты сұрақ қояйықшы. Сіз жалпы барлық пікірсайысшылар неге біз дебат ойнаймыз, Бізде демалыс күндер бар, сенбі, жексенбі күндер. Неге біз барлық уақытымызды осы дебатқа арнаймыз? Сіздің көзқарасыңызды білсек осы жайында. Менің ойымша Қостанайдағы ең пайдалы іс-шаралардың бірі ол дебат деп есептеймін. Сондықтан өзім дебат ойнаймын. Мен үшін сенбі және жексенбі күндері кеткен уақыт ол артық уақыт емес. Себебі бұл күндері мен өзімнің барлық уақытымды тіпті дебатқа арнасам да, тіпті кешке дейін ұйымдастырушы болсам да, немесе румдарда ойнап төмен ранг алсам да, әрдайым бір мотивацияға толы болып жүремін. Себебі бұл жерде әртүрлі жас аралығындағы адамдар бар. Бұл біріншіден, яғни мектеп оқушыларынан бастап бізге сабақ беретін үлкен ағайларға дейін барлығымыз бірге дебат ойнаймыз. Бұл өте қызықты. Және де екіншіден румдарда ойнап, өзінің ойында ашық пікірді білдіру, осы өте қызықты және ол адамды тартады. Одан кейін біз дебатта түрлі тақырыптарды қозғаймыз және сол тақырыптарды қозғау арқылы біз өте үлкен білімдер ала аламыз. Бұл маған өте қатты ұнайды. Өзім дебат ойнап жүріп, тіпті өзімнің бірінші курстарымнан болсын, немесе өзімізден үлкен ағайлардан, адамдардан болсын, өте көп өзіме білімдер жинаған болатынмын. Жалпы өзім дебатта білім алу үшін жүрмін және ол әрдайым даму үстіндемін. Сондықтан, в принципе, дебат маған ұнайды. Енді мынау тақырыпты қарастырайықшы. Бізде дебатта карьера секілді өзіміздің бір кезеңдеріміз бар, Енді дебаттағы карьера деген сіз қалай түсінесіз? Жалпы сіз дебатта өсу баспалдағыңыз жайлы толығырақ айтып кетсеңіз. Жалпы негізі көп балалар дебатқа алғашқы рет жазылғанда өте қызықты болады. Мен көбірек жетістікке жетемін, немесе мен кубок, грамота жинаймын, немесе бір ақша ұтамын деп қыркүйек айында толып келеді. Бірақ жылдың соңына қалғанда тек қана іріктеліп 5-6 бала немесе 10 шақты бала ғана қалады. Неге олай қалады? Өйткені барлығы бірдей жетістікке жете бермейді.
барлығы бірдей бірінші ранг ала бермейді, барлығы бірдей кубок ала бермейді. Кейбір адамдар оған өте көп шыдамайды, және сондай адамдар да бар. Негізі мен өзім дебатты алғаш рет бастағанда брейктардан да өте алмай жүрдім. Турнирлардан көп рет басым салбырап үйге қайтқан кездер болды. Сенбі жексенбімді турнирге құрсам да. Мен есімде әлі, мен осы парасатқа түспей тұрып, бір жыл бұрын дебат ойнаған кезде мен осы Қостанайдағы барлық турнирдің финалында отырып шықтым, және барлық турнирдің финалында маған 4-ші орын берген болатын. Осы 4-ші орын алған кезде маған не грамота бермеді, не бір мадақтайтын қағаз бермеді, бізді тіпті ешкім мақтамады. Бірақ дегенмен де соған қарамай мен өте мықты дебатер және өте мықты ұйымдастырушы, өте мықты президент болып шықтым деп есептеймін. Ол менің өзімнің бір ішкі жетістікке жетуім немесе мотивацияға толы адам болуымның септігі деп ойлаймын. Және де бізді де дебатта үйреткен бір шәкірім деген ағайымыз әрдайым айтатын, әрбір адамның және әрбір дебатердің жұлдызды сәті болады. Бұл біреуіне ерте, біреуіне кеш туады, бірақ ол міндетті түрде туады. Бастысы еңбектеніп, өз сәтіңді күту керек деп айтатын. Сондықтан мен ойымша бізде дебатқа келген әрбір адамдардың белгілі бір карьерасы болады. Олар ең бастысы еңбектеніп, соған бір упор қойса жеткілікті деп есептеймін. Қарагөз ханым, осы жерде осындай сұрақ туындайды. Сіз дебатта карьераңызда кімнен шабыт алдыңыз, немесе кімді үлгі тұттыңыз? Егер ондай кісілер бар болатын болса, солар жайында айтып кетсеңіз. Мен, в принципе, маған үлгі болған адамдар деп айтқан кезде ойыма ешкім келмейді екен. Білмеймін неге. Өйткені мен әрдайым дебат ойнаған кезде немесе бір іспен айналысқан кезде өзімді итогында елестетемін, яғни нәтижесіне мен осы нәрсеге жетуім керекпін деп, және ол мені бір қозғаушы тіректердің бірі болады. Бірақ қазіргі күні маған дебат ойнау стилі өте қатты ұнайтын дебатерлар бар. Оларға келетін болсақ, мысалы біздің клубтағы Чингиз Қостанайдағы екінші курстардың ішінде және орта буындардың ішінде ойыны өте жақсы, және де Б форматында өте еркін ойнайтын дебатерлардың бірі деп есептеймін. Одан кейін ал республика көлемінде мысалы маған павлодарлық Беханның ойыны өте ұнайды, өте жақсы ойнайды деп ойлаймын. Соларды айтып кетсем болады, в принципе. Және де біздің бірінші курстарды да айтып кетсем болады. Маған қазіргі күні ерекше ойнау стилі Санжардікі және Сұлтандікі өте қатты ұнап жүр. Жақсы, түсінікті. Енді көбірек осы жас буындармен жұмыс жайында, жалпы жас буындар туралы сөз қозғасақ, бірінші сізге сұрақ. Сіз биылғы чемпиондарды қалай дайындадыңыз осы жайында? Мен ойлаймын, қазір тыңдап жатқан тыңдармандарға да өте қызықты сұрақтардың бірі. Ең алдымен 3-ші курсқа түспей тұрып, біз 2-ші курста өзімнің президенттік бағдарламамды ұсынған болатынмын. Осы президенттік бағдарламада біздің бір жылға жоспарымыз айтылды. Сол жоспардың бір пунктісі келесі жылы біз жастар финалын алуымыз керек деген сөз болды. Ол Астанадан немесе Қарағандыдан. Өйткені бұл жерде Б форматын өте жақсы ойнайтын дебатерлардың барлығы осы екі қалада жиналады. Және де осы сөзім биыл орындалып, біздің балалар чемпион атанған болатын турнирларда, және де Семейлік Салауат Каптың турнирінде де жастар финалында біздікілер 2-ші ранг алды. Бұл да өте жақсы нәтиже деп есептеймін. Оның барлығы менің ойымша дұрыс қойылған контент план. Біздің парасаттың бір жылдық контент планы ол қыркүйек айы басталмай жатып жасалған болатын. Бұл контент планда клубтың әрбір мүшесінің жасалатын іс-әрекеті және жасалатын қызметтері белгіленген болатын. Бұны айтып кетсем болады. Және де жаңағы республикаға шықпай жатып, біз өзіміз өте көп дайындықтар жүргіздік. Бізде мысалы аптасына 3 рет сборлар болады, және орыс лигасында аптасына 2 рет сборлар болады. Әрбір дүйсенбі күні біздің клубтың адамдары тренингтер жасайды. Ал сәрсенбі және жұма күндері бізде арнайы практикалық күндер жүзеге асады. Осыны айтып кетсем болады. Және біздің клубтың бас тренері Чингиз мырзаға да үлкен рахмет. Өте көп осы клубтың балалар үшін еңбегін сіңіріп жүрген адамдардың бірі. Тіпті балаларға үй жұмысына дейін беріп, үй жұмысын тексеріп жасайды. Сол және де бір күні күлгем. Чингиз бір күні балаларға айтады: балалар, дәптерлерімізді ашамыз, үй жұмысын жазамыз дейді. Сол кезде бір мектептегі апайлар секілді бір ой болып қалды. Сондай бір жақсы жұмыстар жасап жүрген адамдардың бірі Чингиз. Екінші адам ол Аягөз, біздің Парасат дебат клубының 15-ші президенті. Негізі
көбірек аламиттар негізі көп жағдайда біздің бірінші жазғанымызды қалайды, немесе біздің бірінші оларды турнирге шақырып көмек сұрағанымызды қалайды. Бірақ Аягөз әрдайым өзі бірінші сборға келіп, өзі бізге бірінші жазып, қандай қолдау керек, материалдық па, әлде тренингтер тұрғысынан ба деп айтатын. Және де бізге келіп қазақ және орыс лигаларында биыл біраз турнирларды өткізуге үлесін қосқан адамдардың бірі деп есептеймін. Және де тағы да бір адамдардың бірі ол Ағабек те осы жылы балаларға тақырыптық тренингтарды өте көп өткізетін адамдардың бірі. Және де жалпы мен осы 4 адам, в принципе, Парасатта қазіргі күні тренингтарды болсын, сборларды болсын ұйымдастырып жүр деп айта аламын толықтай. Жақсы, рахмет. Тағы осы жас буындардың жұмысы бойынша келесі сұрақ. Олардың қызығушылығын қалай оятып жатсыздар? Неге олар әлі күнге осы дебатта ынталы? Және мен білуім бойынша қазіргі жас буындардың потенциалы өте жоғары деген көп естиміз. Осыған қалай қол жеткіздіңіздер? Осы жайында айтып өтсеңіз. Негізі көп жағдайда дебатта қыркүйек айында балалар көп келеді да, олар дебаттан кетіп қалады. Бірақ осы жылы біздің жағдай мүлдем басқаша болды. Балалар дебаттан кетпеді, керісінше олардың саны көбейіп жатыр. Осы өте жақсы бір ерекшелік деп ойлаймын биылғы жылдың. Оның барлығы алдыңғы сөзінде айтып өткенде жақсы бір контент планның болуы деп есептеймін. Және де әрбір клубтың мүшесінің өзінің атқаратын қызметі бар болған деп ойлаймын. Ең алдымен қыркүйек айында ол біздің бір фишкамыз, дебат шоу деген өтеді. Бұл дебат шоуда дебатерлер тек қана дебат ойнамайды, олар сонымен қатар фуршет болады, ойындар өткізіледі, ән айтады, караоке болады, билейді, өздерін емін-еркін сезінетін кездер бар. Осы жерде ең алғашқы рет дебат шоуда біздің Парасат дебат клубына 40 шақты адам қосылды. Және осы 40 шақты адамның барлығы қазіргі күні әлі күнге дейін клубта. Біздің клубтың барлық балалары дебат ойнап жүр, барлығы респада жүр деп айта алмаймын. Өйткені біздің клубта ұйымдастырушылар бар, сонымен қатар дебат ойнайтын игроктар бар. Яғни біз клубымыздың ішінде осылай өзара қызметтеріміз бойынша бөлінеміз. Ол да өте жақсы деп есептеймін. Өйткені әрбір адам өзінің жұмысын біледі, әрбір адам өзінің жұмысын тиянақты атқарады. Ол да жақсы. Сонымен қатар аптасына 3 рет сборлардан тыс біз әрдайым бірге жиналамыз. Яғни көп іс-шаралар өтеді. Тіпті шаралар саны өте көп деп ойлаймыз. Ол Парасаттың туған күндері болсын, немесе клуб мүшелерінің туған күндері, одан кейін турнирлардан бөлек сенбі күні футбол, волейбол, бірге тамақ ішу, тіпті ауызашардың өзін бірге өткіземіз. Бұл өте жақсы деп есептеймін. Ал қыркүйек айында балалардың бізбен қалуының бірден бір себебі ол ең алдымен Парасат деген жылы ортаның қалыптасуы деп ойлаймын. Жалпы маған Парасатта дебат ойнаудың ұнайтын бір себебі, өйткені бұл жерде келіп біз күнде дебат ойнай бермейміз. Бұл жерде біз күшті бір отбасы деген ұғым қалыптасқан. Өйткені біз Парасатта бір клуб, бір отбасы деп жиі айтамыз. Және де қыркүйек айының кезінде есімде басқа қалалардан, оңтүстіктен, батыстан, шығыстан, солтүстіктен келген барлық балалардың басы бір жерге қосылады, олар қаланы білмейді. Ал біздің 2-ші, 3-ші, 4-ші курстарымыз балаларға әрдайым сендерге қандай көмек керек, қандай қолдау керек, сабақтардан қиындықтарың бар ма, беріңдер, көмектесейін деген сөздерді жиі айтады. Және де ең алғашқы рет осы Парасатқа келген 50 шақты адам болып Қазақстан кинотеатрына кино көруге барғанымыз есімде. Біз бірінші күні солай 50 шақты адаммен киноға бардық, 50 шақты адаммен волейбол ойнадық, 50 шақты адаммен бірге тамақ іштік. Яғни барлық күндерімізді бірге өткізіп, біз бір-бірімізге өте қатты бауыр басып қалдық деп айта аламын. Өйткені біздің Парасаттағы әрбір мүшені біз өте қатты жақсы көреміз. Ол менің өзімнің сөздерімнен де байқалып тұрған шығар деп есептеймін. Одан кейін ақырын біз тренингтармен, Б форматтарын үйретумен дебат ойнауға көшкен болатынбыз. Өте қызықты екен. Енді осы жерде тағы бір сұрақ туындайды. Сіз жаңа айтып кеткен барлық жобаларды, іс-шараларды, сіздер оның барлығына қалай басқарып, қалай уақытылы дедлайндарға үлгересіз? Білуімше, сіздерде бірнеше турнирлер қатарынан өткен кездерде болған. Осы жайында айтып өтсеңіз. Біз барлығына үлгерге тырысамыз. Өйткені көп жағдайда көп адамдар айтады, аттарын айтпай-ақ қояйын. Қазіргі дебатерлар олар дебат ойнамайды, олар тек қана көңіл көтереді,
олар билеуге келеді турнирға деген сөздерді жиі естимін. Менің ойымша ол сөздер өте дұрыс емес. Адамдардың өмірлері бір-ақ рет беріледі. Біз бұл өмірді өте қызықты өмір сүруіміз керекпіз. Ал өзіміздің ортамызды тек қана бір іске бас сұғып, онымен қатты беріліп кететін болсақ, және одан біз нәтиже көрмейтін болсақ, бізде өте көп выгораниялар алып келе бастайды. Сондықтан біз өзіміздің күнімізді тек қана бір іспен ғана айналыспай, көп іспен және жан-жақты бағытта қарастырғымыз келеді. Ал үлгерулер бойынша өте көп биыл турнирлар жасалды. Қыркүйек айынан бастап қараша айына дейін біраз облыстық, қалалық және де республикалық турнирларды өткіздік. Өте көп турнирлар болды. Бұл жерде біз өзіміз арнайы бөлінеміз. Бізде өте тамаша ұйымдастырушылар бар. Қазіргі күні олардың орнын басатын бірінші курстарда келе жатыр. Мысалы, үшінші курстағы Дилназ, Додо және де Айша, Анель болсын, олар өте жақсы ұйымдастырушылар болды өзінің заманында. Қазір олардың орнын басатын Ақерке, Ардақ, Ботагөз, Назгүл секілді басқа поколениялар келіп жатыр. Осыны өте айта аламын. Яғни бір поколенияның орнын басатын екінші поколения келеді. Ол бізді өте қатты қуантады. Сол жері өте жақсы деп ойлаймын. Және де бізде осы мана айтқандай клубымыздағы адамдар өзара ортақ бөлінеді. Яғни ұйымдастырушыларымыз бар және дебат турнирларында ойнайтын игроктарымыз бар. Бірақ мысалы бір турнир өткізетін болса, біздің барлық клубтың мүшелері сол турнирдегі барлық жұмысты атсалысады. Мысалы, элементарный бір турнир жасаған кезде біздің балалардың мусор тасып жүргенін немесе парталарды жинап жүргенін көре аласыңдар. Олар тек қана ұлдар ғана емес, қыздар да ол істерді істеп жүреді. Яғни осы жер кір болып қалмасын екен, осы жер таза болсын, бізге парасатқа қатысты ештеңе айтпасын деп біздің клубтың балалары жүгіріп жүреді. Сол мені өте қатты қуантады. Ал осы жылға турнирларға келетін болса, біз турнир өткізді. Негізі тамыз айынан бастадық. Тамыз айында біз жаз айын қорытындылайтын дебат турнирін ұйымдастырдық. Бұл мені президенттігімдегі алғашқы турнир болды. Одан кейін қыркүйек айында турнир жасадық. Одан кейін қазан айында 3 турнир жасадық. Қараша айында біз республикалық турнирді өткіздік. Яғни біздің турнир өткізуіміз осы қатарынан болып кетті. Содан кейін көбісі де сұрайды, бізде неліктен сендер турнир жасай бересіңдер, неліктен турнир көп деп. Өйткені біз балалардың дебат ойнайтын площадкасы болғанын қалаймыз. Және де қазіргі күні мектеп лигасында өткізілетін турнирлар, олар тек қана бірінші курс студенттермен тек қана мектеп оқушыларын қамтиды. Ал Қостанайда дебат өткізетін дебатный клубтардың саны өте аз деп ойлаймын. Сондықтан біз барлығына дебат ойнайтын площадка жасағымыз келеді. Сол үшін және соны жасап жатқан біздің клубтың мүшелеріне осы жерде алғыс айтып кетуге болады деп есептеймін. Рахмет. Енді өте маңызды сұрақтардың бірі. Қазіргі президент Қарагөз ханыммен қарапайым пікірсайысшы Қарагөздің арасында айырмашылықтар бар ма? Әлде сіз президент болғаннан кейін де ешқандай тұлғалық жағынан болсын, білмеймін, дебат ойнау тұрғысынан болсын, ерекшеліктер бар ма? Осы жайында айтып кетсеңіз. Менің ойымша, мен президент болғанда өте біраз өзгердім. Бұрындары мен пікірсайысшы Қарагөз болған кезде мен тіпті сборға келмейтін кездерімде болатын. Қыркүйек айында есімде екінші курста болғанда мынау дебатерлардың барлығы дебатта қалмайды. Қалғандары қалған соң ғана дебатқа келемін деп сборға келмейтін кездерім болды. Немесе тек қана республикалық турнирлерге шығамын да, ал сборларға бармайтын кездерім болды. Осы нәрселер өте дұрыс емес екен. Осындай қателіктерді қайталамауларыңызды сұраймын. Себебі бірінші курстардың дамуы үшін орта буындармен және аға буындармен дебат ойнағандар дұрыс екен. Сол кезде балалар дамиды. Ал олар өздерімен өздері дебат ойнап жүргенде ешқашан дамымайды екен. Соны түсіндім. Ал мен президенттікке келгенде өте қатты өзгердім. Мен қатал болып кеттім. Мен жұмысқа келгенде өте қатал адамын, ал президент болғаннан кейін одан 2 есе қатал болып кеттім. Себебі бұл жерде біз клубтың әрбір мүшесін қарауымыз керекпіз. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе әрбір сборларды ұйымдастыру, немесе сбордан тыс іс-шараларды ұйымдастыру. Бір республикалық турнирлерге шығу бар. Одан бөлек біз университетте оқитындықтан бізде дебаттың әрбір құжаттары бар, сборларға кілт алу деген, немесе турнир өткізгенде турнирдің положениясы, қаражат алу деген нәрселер бар. Осының барлығын жасаған кезде негізі өте қиындықтар тудырады. Сондықтан
сол жұмыстар үшін көбірек еңбектене бастадық, көбірек жаңа дебаттың басқа қырларында біле бастадық деп айта аламын. Шынымды айтайын, біз республикалық турнир өткізгенде биыл 2 турнир өткіздік. Парасаттың тарихында негізі 2 республикалық турнир өткізу деген болмаған. Алдыңғы жылдар, оны алдыңғы жылдарына қарайтын болсақ, тек қана бір-ақ турнирлардан өтетін. Ал біз биыл біздің командамызбен бірге осы парасаттың бір нық қадам болатындай біздің клубымыз бір жақсы респалар жасайықшы деген ойлар болды. Сондықтан қараша айында өзіміздің респамызды ұйымдастырдық. Ол біздің респада деңгейіндегі ең алғашқы республикалық турнирлардың бірі болды. Өйткені осы жылы қараша айында республикалық турнирлер саны өте аз болды. Және де ораза айы кезінде өзіміздің дәстүрлі Парасат Кап турнирімізді өткіздік. Ол біздің жыл сайынғы турнир, себебі бұл турнирда біздің клуб мүшелері арнайы ауызашарды береді. Соның барлығын ұйымдастырдық. Негізі сырттан қарап тұрғанмен өте оңай болғанмен біздің клуб мүшелеріне ол істердің барлығы өте қиын. Себебі бізге қолдау көрсететін тараптар өте аз болып келеді. Біз тек қана өзіміздің клубымызбен немесе өзіміздің аламниктарымызбен бұл турнирларды жасап шығамыз. Сол нәрселер аздап қиындық келтірді деп айта аламын. Себебі турнирдегі жүлде қоры болсын, осы мәселелер бойынша бізге қаражат беруші тараптар өте аз. Соның барлығын жасап жатқанда негізі олар өте үлкен моральдық қиындықтар алып келеді адамға. Өйткені сенің басың бір сөзбен айтқанда каша болып кетеді. Турнирге ақшаны қайдан аламын, осы турнирді в принципе қалай өткіземін, кім маған көмектеседі деп, және осы кезде саған сендерге қалай көмек көрсетейік деп жазатын адамдар болмағанда бізге өте қиын болды. Бірақ олардың барлығынан біз өттік деп айта аламын. Сол мен президенттігімнің тұсындағы өте қызықты моменттердің осы болды. Барлық адамдардың бастарын бір жерге шоғырландырып, көп турнирлер жасау, көп іс-шаралар жасау және бір клубты ұстап тұру деген нәрселер. Қарагөз ханым, бізге өте қызық, келесі президент кім болады? Осы жерде бізге кішігірім жаңалықтармен бөлісе аласыз ба, жоқ әлде кімге көбірек сенім артасыз деген секілді бір мысалдармен осы адамды меңзеп айтып кете аласыз ба? Негізі биыл мен президенттігім аяқталайын деп жатқанда маған өте көп адамдар айтады және де жазады: Қарагөз, президенттікке 2-ші жылға қал, сен қалуың керексің, сен өте мықты президентсің, сен өте көп турнирлер жасадың, сенің балаларың респа алады, сенің балаларың респада тіпті негізгі алаңда жақсы ойын деңгейін көрсетеді, немесе сен 2 республикалық турнир жасайсың. Біз мұндайды Парасаттан көргенде өте қатты таң қалдық деп республикадағы достарым өте қатты айтады. Және де менің көп достарым маған айтады, мен Алматыда жүргенде және де Астанада жүргенде таңғалдым. Қазіргі күні Парасат деген клубта Қарагөз сенің арқанда танып жатырмыз деген маған өте ондай сөздер өте қатты приятно болады. Шынымды айтайын, мен өте қатты қуанам. Мен жасап жатқан еңбегім ақталып жатыр ғой деп. Сондықтан маған көп адамдар айтады: сен осы 2-ші жылға қалуға в принципе ойым бар ма деп. Негізі кейде осы ойлаған кезде мен өзімнің сүйікті перваштарым үшін қалғым келеді кейде. Өйткені мен өзімнің биылғы жылғы перваштарымда Қайрошты болсын, Ерсұлтан бар, Бақсұлтан бар, Ботагөз бар, Тамара бар, Ұлжалғас бар, Сұлтан Братигім бар, менің Ибір бар, Санжик бар, Индира бар. Ибір мен Индира, кстати, Ақтотай мен Көктотай деген өзіміздің бір фракциямыз бар. Айсұлу бар, Аруна мен Ғазиза бар, Додоның қыздары, в принципе Диас бар. Біздің осы барлық перваштарымды өте қатты жақсы көрем. Олар өте көп жұмыс жасайды. Және де осы перваштарым үшін кейде 2-ші жыл президенттікке қалып кеткім келеді. Бірақ менің ойымша жаңа жұмыстар жасалу үшін және жаңа идеялар көбірек жүзеге асу үшін келесі президент жаңа адам болуы керек. Себебі өте көп потенциальный адамдар Парасатта бар, өте көп еңбектенетін адамдар бар. Және оларды көбірек адамдардың танығанын в принципе қалаймын. Ал келесі президент ретінде оны в принципе біз қазір тағайындап қойдық деп толықтай айта аламын. Бұйырса Парасаттың закрытиясында оның есімі аталады. Және бізде келесі жылы тамаша координаторлар тағайындалайын деп жатыр. Оларды сипаттайтын болсақ, менің ойымша олардың және менің жасайтын жұмыстарының бағыты бір.
болады сол, және де олар өте қалай айтуға болады, әдемі адамдар, парасатты адамдар. В принципе, сіздер бұйырса закрытияға келетін болсаңыздар, біздің келесі жылғы президент пен координаторды көретін боласыздар. Менің ойымша сіздер жақ тараптан оларға өте көп қолдау керек, және де оларды әрқашан поддерживать ету керек, себебі ол жұмыстарды жасау өте оңай емес. Сенің дебат ойнап жүргенің ол намного оңай, сенің президент болуынан гөрі, сол нәрсені айта аламын. Және де қандай подсказка берерімді білмеймін. В принципе, наверное, парасаттың инстаграмын зерттеп, осы клубтың ішінде қандай адамдар бар екен ау деп қарау керек шығар деп ойлаймын. Рахмет, Қарагөз ханым. Осымен қызықты да жақсы сұхбат болды деп есептеймін. Енді сіздің осы біздің 8 қарақшы подкастына тілектеріңіз, немесе дәл осы сәтте сіз өзіңіз алғыс айтыңыз келетін, немесе кішігірім бір сәлемдеме жолдағыңыз келетін болса, қазір осы жерде айтсаңыз болады, немесе қазіргі жас пікірсайысшыларға немесе орта буындарға кеңестеріңізді айтып өтсеңіз болады. Менің ойымша, осындай 8 қарақшы подкастының шығуы өте тамаша идея. Бұл біздің Қостанайдағы дебаттың жаңа бір форматқа көшкенін көрсетеді. Сондықтан осы подкастты тыңдаушылардың санының көп болғанын қалаймын. Өйткені Қостанайда дебатерлар көп, барлығына сұхбат алынып, барлығының ойы білінеді деген ойдамын. Және жалпы осы подкасттарды тыңдау маған өзіме өте қызық. Бірінші шыққан Чинаның подкастын тыңдадым, өте қызықты екен. Мен білмейтін Чина жайлы өте көп ақпараттар осы жерде айтылды. Сол туралы айталам. Қазіргі дебатерларға не айтамын? Және де қазіргі дебатерлардың жалпы дебат ойнағандарын қалаймын. Өйткені дебатта жүретін адам және жалпы дебатқа қалғысы келетін адам ең алдымен дебат ойнап көру керек. Сол кезде ғана сіздер дебатқа қызыға бастайсыздар. Ал былай сыртынан не болады екен, ойнап көрсем не болады екен, мүмкін мен сөйлей алмай қаламын деп сіздер ойлап жүргенде сіздердің уақыттарыңыз кетіп қалады. В принципе, уақыттарыңызды жоғалтпаңыздар. Батыл болу керек, сосын қасқыр болу керек. Өйткені біз өзіміздің парасаттың балаларын солай тәрбиелейміз. Біз өзіміз қасқырдың ұрпағымыз. Біздің перваштар бөрелер, олар өсе келе қасқыр болады. 3-ші курсқа келгенде солай біз өзіміздің клубымыздың мүшелерін қасқыр болуға тәрбиелейміз. Сіздер де өмірде қасқыр болыңыздар, өйткені өмір сүру в принципе аздап қиындау, өте көп қиындықтар болады. Сол нәрсеге шыдасаңыздар болғаны. Ал 8 қарақшы подкастына әрі қарай дамығанын тілеймін, және де өте көп подписчиктер жиналып ауқымы кеңейгенін қалаймын. ютубта және де тиктокта болсын, немесе инстаграмда болсын, монетизация жүріп, қаражат табуларыңызға тілектеспін. В принципе, осы. Рахмет. Рахмет. Сізге рахмет осындай сұхбатқа келгеніңізге. Келесі кездескенше сау болыңыздар.